Өзов толқып жүр бүгінде. Хит жазғыш ақын тұңғыш рет әке атанды. Жақында болған үлкен жаңалығым, дүниеге ұлым келді, келіншегім ұл туып берді. Достарым, ел халық, ағайын туыстың аузында неше күннен бері құттықтау, жалпы қуанып жатқан жайымыз бар. Әлеуметтік желілерде қайнарды құттықтап жатқандар жетерлік, бірақ олардың ішінен бірінші болып дараланып шыққан әрине Төреғали досы. Ең бірінші Инстаграмға Төреғали салып, сүйінші сұрап құттықтады халыққа. Содан кейін қолдан келгенше мен телефонды көтеруге тырысып отырдым. Ішінде өнерпаз бауырлар қолынан келгенше бірі қалмай құттықтады енді. Қайнардың қуанышына ортақ болып, оны әлеуметтік желіде құттықтаған Төреш, төрелігін мұнымен тоқтатпаған. Төреғали ұлыма Геленваген сыйлады. Төреғалидың өзіне қомақты сыйлық жасатқан кішкентай батырға ақын әкесі ырымдап ат қойыпты. Ұлымның атын өзім қойдым, Алихан деп. Алихан атамыздай алып тұлға болсын деп. Қуаныштан қобалжып отырған Қайнар ел аузында жобасы арқылы Төреәлі ұлына сәлем жолдады. Жанында жүрген Төреш бауырыма жұғысты болсын. Осындай шекесі торсықтай ұл. Үйленген, үйленбегені белгісіз досына сәлем айтты. Осылай перзентін қырқынан шығарған соң, ақын ұлан асыр той жасамақ. Тойдан бұрын ел аузында болатын туынды күтеді тыңдарман. Ал Төреғали сыйлаған Геленваген көлігін ол өскенше ақынның өзі тізгіндейді.